Сәлеметсіңдер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде математика сабағы. Бөлім атақты тұлғалар, сабақ 102-ші сабақ. Тақырып 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Сен бүгінгі сабақтан 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Балалар, мына сурет туралы не білесіңдер, не айтасыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл Керей мен Жәнібек монументі. 15-ші ғасырдың екінші жартысында Керей мен Жәнібектің ту астында қазақ хандығы құрылған. Тапсырмамызды орындайық. 2 таңбалы сандарды өсу ретімен, ал 3 таңбалы сандарды кему ретімен көшіріп жаз. Сонда сен Астана қаласында орналасқан Керей мен Жәнібек монументінің авторын білетін боласың. Олай болса, оқушылар, өзімізді тексерейік. Авторы Ринат Әбенов екен. Бірінші 42-ні жазамыз. 48, 2 таңбалы сандарды өсу ретімен. 63, 65, 86, 701. 3 таңбалы сандарды кему ретімен. 277, 270, 207, 117, 107. Яғни, Керей мен Жәнібек монументінің авторы Ринат Әбенов екен. Екінші есептеуді қалай орындағаныңды түсіндір. Жарайсыңдар. Бірінші 20 мен 23-ті 20 қосу 3 деп жазамыз. Оны көбейту 3 деп жазамыз. Ары қарай 20-ны 3-ке көбейтіп, 3-ті 3-ке бөлек көбейтеміз. Олардан 20-ны 3-ке көбейтсек 60, 3-ті 3-ке көбейтсек 9. 60 пен 9-дың қосындысы 69. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Есіңде сақта, балақай. 2 таңбалы және 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға көбейтудің баған түрінде жазып орындаған ыңғайлы. Бұл жағдайда көбейту таңбасы X қолданылады. Көбейткен кезде бірліктердің, ондықтардың, жүздіктердің астына жазылады. Көбейту бірліктерден бастап орындалады. Көбейтуді қалай орындағанды қарастыр. Мысал келтірейік. Бірінші көбейткіш 43. Бірліктің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 3 көбейту 2, 6 шығады. 6 санын бірліктердің астына жазамын. Ондықтарды көбейтемін. 4 көбейту 2, 8 шығады. 8 санын ондықтардың астына жазамын. Жауабын оқимын. 86. Жарайсыңдар. Осы есептерді түсіндіре отырып, баған түрінде орында. Өзімізді тексерейік, бала оқушылар. 23-ті 3-ке көбейтеміз 69, 44-ті 2-ке көбейтеміз 88, 12-ні 3-ке көбейтеміз 36, 12-ні 4-ке көбейтеміз 48, 32-ні 3-ке көбейтеміз 96, 21-ді 3-ке көбейтеміз 63, 31-ді 3-ке көбейтеміз 93, 24-ді 2-ке көбейтеміз 48. Жарайсыңдар. Келесі есепті шығарайық.
Есептің шартын оқимын. Маусым айында біздің мектептен 43 оқушы, ал тамыз айында одан 2 есе артық оқушы Астанаға экскурсияға бардым. Біздің мектептен барлығы қанша оқушы экскурсияға бардым? Жарайсыңдар, өзімізді тексерек. Маусым айында 43 оқушы, тамыз айында есе артық. Демек 43-ті 2-ге көбейтеміз. 86 оқушы. Тамызда 43-ті 86-ға қосамыз. 20 оқушы барлығы екен. Жауабы барлығы 129 оқушы экскурсияға барған. Келесі тапсырманы орындайық. Бізде көбейткіш берілген. Көбейтіндінің мәнін табыңдар. Ендеше жауабымызды тексерейік. 24-ті 2-ге көбейтеміз. 48. 33-ті 3-ге көбейтеміз. 99. 21-ді 4-ге көбейтеміз. 84. Жарайсыңдар. Кітабымыздың 6-шы есебін шығарайық. Теңдеулерді шешеміз. Бірінші теңдеуге назар аударайық. Ең алдымен 500-ден аламыз 460-тан 40 шығады. Демек 40-ты бөлеміз 5-ке. Жауабы 8 шығады екен. Келесі екінші теңдеу. 36-ны бөлеміз 12-ге. 3 шығады екен. Демек 3-ті көбейтеміз 23-ке, 69 шығады. Келесі есепті шығарайық. 500-ден аламыз 53-ті. Демек 547 шығады екен. 1000-нан 547-ні аламыз. Сонда 453 шығады екен. Барлығын есепті дұрыс шығардыңдар деген ойдамын. Өздеріңді тексеріп көріңдер. Есептерді баған түрінде шығарыңдар. Сендерді шығара алады деген ойдамын. Сабағымызға кері байланыс жасайық. Жетістік баспалдағы. Сабақты жақсы түсінген болсаңдар, жасыл түсті, түсіндім десеңдер көк түсті, сұрағым бар десеңдер сары түсті, түсінбедім десеңдер қызыл түсті таңдаңдар. Сау болыңдар, келесі кездескенше.